5 оқиға. Жалпы адамның жаратылысы қызық қой. Туа бітті бойымен бірге жаралған нәпсінің құпиясын шешу, ләззат алудың қызығына тойу еш мүмкін емес әрине. Жалпы алғанда еркек кіндік біткеннің бәрі көзбен жақсы көреді деген сөз бар. Бұл талассыз ақиқат. Әсіресе менің өзім жартылай жалаңаш қыз көрсем қосып кетемін. Ал нақтырақ айтсам, жартылай ашық кеудемен қара капрон киген қыз көрсем есім кететіні бар. Бұл жолы да сол әлсіздігіме жол бердім. Көлігім бұзылып, қара жаяу жүрген кезім. Жұмыстан соң асықпай аялдамаға жақындаймын. Содан кейін итерісіп автобусқа кіресің, кептеліп 1 сағат тұрасың. Әзер дегенде үйге жетіп тала құлайсың. Жаяу жүрудің азабы осы. Осыны ойлап аяғымды әрең алып басып аялдамаға келдім. Қарақұрым адам. Баяғы әдетімше қыздарды көзбен шешіндіріп көпшілікті бір шолып шықтым. Әне, анау жерде талдырмаш келген жіңішке қыз тұр. Шамасы жұмыстан шығып келе жатқан болу керек. Көзімді еріксіз сырғытып оң жағыма қарадым. Пах, шіркін. Көзіме оттай басылған шашын төбесіне түйген, мойыл көзді қара торы қыз болды. Ақ кофта, қара юбка, орташа биіктіктегі туфли, бұл қыз кеңседе қызмет ететінін көрсетіп тұр. Қалың ернін жеңіл қызыл түске бояған. Кірпігін тушпен қайыра көтеріпті. Талайды көрген сұлусың ау шамасы деп ойладым ішімнен. Қалай таныссам болар екен? Танысудың сәті бірден түсе қоймады. Итерісіп сығылысып жүріп, сол қыз мінген автобусқа мен де мініп кеттім. Нәпсі шіркін нестетпейді, қыздан алыстамауға тырысамын. Ебін тауып қыздың артынан тақала тұрдым. Онсыз да қыздың сұлу мүсініне есім кетіп тұрғанмен қасқа, тақала түскен сайын асауым басын көтеріп дегбірім қашты. Ине шаншар орын жоқ. Қаншама артқа сырғып, белімді аулаққа әкетуге тырысқаныммен еш мүмкін болмады. Қатайған таяқтай тиген құралды қыз бөксесімен анық сезінді. Суық тер бұрқ ете қалды. Қыз тартылымдығын арттыра түсетін жеңіл әтір иісі де елітіп әкетіп, бір жағы бөксесін қадала тақалған құралдан ұялып, екі түрлі күйдің арасында әуре болдым да қалдым. Аз уақыттан соң нәпсі өз дегеніне жетті. Қызға тақала түсемін. Байқаймын, кет әрі емес сияқты. Бос тұрған қолыммен байқамағансып қыз бөксесін сипап өтемін. Қыз үндемеген сайын батылдана түстім. Бір сәт демімді ішке тартып, анарын қағып өттім. Ол жалт етіп бетіме қарады. Ойнақы жанарынан құмарлықтың жылт еткен ұшқынын қапсыз аңғардым. Еріне жеңіл күлкі үйірілгендей болды. Жайлап қолымды алға жылжытып қызды белін құшақтағансыдым. Ұятсыз қол тамен сырғып кіндіктен төмен жерін алақанмен бір аялап өтіп, қара юбканың етегіне барып тірелді. Ендігі сәтте саусақтарым жыбырлап еріксіз етекті көтермек болды. Қыз қолымды қағып тастады. Мен тынши қоймадым. Алға қарай ұмсына түсемін, қыз да байқатпай маған үйкеле түседі. Бөксесін жоғары төмен қозғап мені мазақтаумен болды. Жол бойы ләм деп тіл қатыспадық. Танауын тескен торпақтай боп құс түскен аялдамадан мен де түстім. Сүмеңдеп еріп келемін. Қыз артына бұрылатын емес. Подъездге жеттік. 5-ші қабатқа көтерілдік. Қыз есікті ашты. Мен де соңынан ендім. Қызық, ішке ене бере қыз маған алғаш болып тіл қатты. Есімімді сұрады. Ұятсыз екенімді айтты. Сөйтті де шапалақпен бір салып жабыса кетті. Аймаласу, сүйісу, ләззаттың әсерлі буы басыма шапты. Басым айналып жүріп, ақ кофтаны жұлмалап жатқаным есімде. Қара юбканы алып еткізіп шейіп үлгердік. Екеулеп жүріп капроннан да құтылдық. Лыпасыз қалғанша аймаластық. 40 жыл секс көрмеген адамдай жұлмаластық. Қызды керегеге тақап, бір аяғын көтере бере сұққан кезде есімді толық жиғандай болдым. Оның ақ еткен дауысы шықты. Ары қарай белімнің бар күшін жиып изеңдей түстім. Қыз мене ұзындау еді, түбіне дейін тыға алмай әуреге түстім.
Келер мезетте қызды екі аяғын көтеріп істеуге тура келді. Аз көп істегенім есімде жоқ. Белімнен басталған тәтті сезім, жолын тұтамды бойлай жүріп басыма тірелді. Керемет сезіммен бірге ақ қайнар бұрқ етіп қыздың ішіне кетті. Жабысқан қаяңдай біраз тұрдық. Қатты терлеген екенбіз. Демімді басып бетіне қарадым. Маған бірдеңе айтқандай болды. Түсінбедім. Бәлкім естімедім. Бар білерім, енді сәтін салса қарнымызды тойдырып, қыз төсегінің сапасын сілкіп тексеру еді. Ол енді келесі оқиға.